Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпытай жүйелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге адамда болған күйік болса, одан кейін не істейміз, қандай әрекеттер жасау керекпіз, сол туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Видеоны бастамас бұрын менің арнама, каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жаза кетіңіз. Сонымен видеоны бастаймыз. Бірінші, күйік болған кезде біз күйіктен кейін қай бөліктерді зақымдады және де қандай дәрежеде екенін анықтау керекпіз. Егер де теріңізді қызарып, немесе теріңіздің кішкене көпіршіктері пайда болса, оны біз үй жағдайында емдей аламыз. Ал егер де көп бөлігі және де терінің зақымданып бұлшық етке жететін болса, онда біз оны үй жағдайында емдей алмаймыз. Ал үй жағдайында біз емдейтін бірінші біздің әрекетіміз ол ағынды судың астында күйген жерімізді ұстап тұру керекпіз. 15-20 минуттай ұстау керекпіз. Ағынды суға салдық, қайтып ала салмаймыз. 15-20 минут саламыз. Себебі осы күйгеннен кейін күйген жерінің астында жылудың әсерінен астыңғы қабатыда күйу процесі жүреді. Сол себепті біз осы жылуды тоқтату үшін ағынды судың астында 15-20 минут ұстау керекпіз. Біз мұздай суға салмаймыз, мұзды баспаймыз. Себебі бұл осы жердегі қан айналымының бұзылуына алып келеді. Онсыз да сізге күйік шалған орында қан айналымының бұзылып, яғни осы жердегі жасушалар қан тамыры дұрыс келмесе, қоректік заттар келмесе, оның өлуеттенуіне алып келеді. Сол себепті 15-20 градустан төмен болмайтын ағынды судың астында 15-20 минут ұстаймыз. Яғни осы жылуды тоқтату үшін, жылудың процесі төменге қарай кетпеу үшін. Мұз баспаймыз, майлар жақпаймыз. Және де келесі процесіміз ол осы қызарған жерге пантенол дейтін кремді жағып қоямыз. Ал егер де ол жер көпіршік болса, көпіршікті жармаймыз. Егер де күйік шалған орын көп мөлшерде болатын болса, оны терінің зақымдалуына алып келетін болса, онда бұл жерге инфекция түспес үшін арнайы күйікке арналған сізде пакет және де бинт болатын болса, сонымен орап арнайы дәрігерлік көмекке апару керексіз. Ал егер де сізде арнайы күйікке арналған пакеттер болмаса, полиэтиленді пакетпен жауып, және сыртын таза бинтпен орап, алғашқы дәрігерлік көмекке апару керексіз. Ал оған дейін сіз шоктық терапия, яғни шокқа түскеннен кейін науқасқа су беру керексіз. Және келесі ауру сезім басу үшін құрамында ауыр сезім басатын парацетамол, ибупрофен секілді дәрілік заттар беру керексіз. Және келесі қабыну процесін басатын антигистаминді препараттар беру керексіз. Супрастин, табигил секілді дәрілер. Және де келесі халық емін қолданбаймыз. Жұмыртқа, зубный паста жағу секілді майларды жағуға болмайды. Ол себепті одан кейін тыртықтың қалуына алып келуі мүмкін. Сол себепті халық емін қолданбай, науқасты дәрігерлік көмекке апару керек. Егер де күйген жер киіммен жабысып қалатын болса, онда сол киген қолмен өзіңіз тартып алмай, күйген бөліктің киімін қырқасыз. Ал ашық болса, жаңа айтқанымдай, бинт жабысып қалмау үшін полиэтиленді пакетпен жауып, сыртынан бинтпен орап, дәрігерлік көмекке апару керек. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.